өткен адам, мысалы бірінші кіші қажылық. Өзі қажылықтың 3 түрлі жолмен орындалады. Таматтук дейді, қиран дейді, ифрат дейді. Ифрат деп көбінесе сол жергілікті адамдар орындайды. Тек мына үлкен қажылық орындайды. Таматтук деп бірінші умра қажылыққа ниет етеді. Умра қажылық өтегеннен кейін ихрамнан шығады. Әдеттегідей киімін киеді. Одан кейін барып, қайтадан үлкен қажылықтың уақыты келген кезде қайтадан ихрам киімін киіп, үлкен қажылыққа ниет етеді. Бұны таматтук деп атайды. Үшінші түрі бар, ол қиран. Қиран дегеніміз миқатқа келген кезде үлкен қажылық пен кіші қажылықты бірге ниет етеді. Умраны өтегеннен кейін ихрамнан шықпайды. Ихрам киіммен жүре береді. Сонымен үлкен қажылыққа кіріп келеді. Үлкен қажылық өтегеннен кейін ғана ихрамнан шығады. Оны қиран деп атайды. Енді біздің көбінесе қажыларымыз біз таматтук қыламыз. Яғни бірінші миқаттан өтетін кезде кіші қажылыққа ниет етеміз. Сөйтіп кіші қажылығымызды орындап алғаннан кейін ихрамнан шығып, одан кейін үлкен қажылықтың уақытын қайтадан үлкен қажылыққа ниет етеміз. Енді соны мысалы таматтук бойынша айтатын болсақ, біз миқаттан өттік. Енді ол миқаттан өткен адам үстінде ихрамы бар. Енді ол адамға көп нәрселер тыйым салды. Мысалы бір нәрсені өлтіруге болмайды. Кез келген жәндікті де, шыбынды да өлтіруге болмайды. Гүлді де жұлуға болмайды, талды да жұлуға болмайды. Біреуді де ренжітуге де болмайды, итеруге де болмайды. Жаңағы жайсыз сөздерді айтуға да болмайды. Үстіне ихрамнан басқа киім киюге де болмайды. Осы сияқты нәрселердің бәрі ихрам кезінде тыйым салынған. Одан кейін жаңағы қырынуға болмайды, тырнағын алуға болмайды. Үстіне әтір сияқты иіс шығатын заттарды ихрамның миқаттан өткеннен кейін ол сияқты нәрселерді істеу барлығы тыйым салынған. Тіпті тырнақтың өзін сол ихрам кезінде алуға болмайды. Сондықтан да бұның барлығын ихрамға кірерден алдын жаңағы бәрі тазалықтың түрлерін істейді. Тырнағын алады, қолтықтың астында түктерді қырады, төменгі жақтан түктерді қырады, шашы өсіп кеткен болса шашынды туралап қояды. Миқаттан өткеннен кейін осы сияқты нәрселерді енді істеуге болмайды. Қашан умра қажылық өтеп болды, содан кейін ғана барып ихрамнан шыққаннан кейін одан кейін осы нәрселерді істеуге болады. Бірақ қайтадан ихрамға кірген кезде ихрамнан шыққаннан кейін осы сияқты нәрселерді істеуге болады.